Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 9-шы сынып алгебра пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың 2-ші нұсқасының тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма 480, яғни бізде градуспен беріліп тұр. Біз оны радианға айналдырып сәйкестендіруіміз керек екен. 480 көбейту пи бөлінген 180 градусқа көбейтеміз. Сонда 480 мен 180 қысқартатын болсақ, 60-қа бөлеміз. 180-ді 60-қа бөлсек 3, 480-ді 60-қа бөлсек 8. Сонда қалғаны 8 пи бөлінген 3 деп радианмен өрнектеледі. Ал бұны қарайтын болсақ, в-ға сәйкес келеді. Яғни 1-ді в-ға сәйкестендіреміз. Келесі екінші тапсырма. Радианмен берілген, біз мұны градусқа айналдыруымыз керек екен. Берілгені 35 пи бөлінген 9, оны радианға айналдыру үшін көбейтеміз 180 градус бөлінген пиге. Енді қарайтын болсақ, пи мен пи қысқарады, және 9 пен 180 қысқарады. Екеуінде 9-ға бөлеміз. 9-9-ға бөлсек 1, 180-ді 9-ға бөлсек 20. Сонда қалғаны 35 көбейту 20 градус, ол тең болады 700 градусқа. Ал 700 градус деген, яғни 2 бізде Е нұсқасына сәйкес келеді екен. Осымен бірінші есеп аяқталды. Келесі екінші тапсырма. Берілгені котангенс альфа қосу, бөлшектің алымында синус альфа, бөлімінде 1 қосу косинус альфа тең болады. Мен котангенс альфаны косинус альфа бөлу синус альфа деп жазып алдым. Қосу, өзін жаздым. Синус альфа, 1 қосу косинус альфа. Енді ортақ бөлімге келтіру үшін 1 қосу косинус альфаны мұнда, ал синус альфаны мұнда көбейтем. Сонда мынаның алымында косинус альфа қосу косинус квадрат альфа қосу синус квадрат альфа. Ал бөлімі синус альфа 1 қосу косинус альфа болады. Мына жерде косинус квадрат альфа қосу синус квадрат альфа бізге 1-ді береді. Сонда 1 қосу косинус альфа қалады алымында, ал бөлімін дәл солай жазып алдым. Сонда бізде ұқсастар бар, сонда 1 қосу косинус альфа мен 1 қосу косинус альфа екеуі қысқарады. Сонда қалады 1 бөлінген синус альфа ғана. Осымен екінші есеп аяқталды. Келесі үшінші есеп. Берілгені к нүктесі 2-ден 1 болғанда минус 2-ден түбірасты 3. Енді бұл жерде синус альфа минус түбірасты 3 бөлінген 2, косинус альфа 2-ден 1-ге тең. Себебі біз синус y, косинусты x деп аламыз. Сондықтан енді тангенс бізде синус альфа бөлінген косинус альфаға тең. Енді синусты косинусқа бөлеміз. Сонда минус түбірасты 3 бөлінген 2-ні бөлеміз 2-ден 1-ге. Тең болады минус түбірасты 3 бөлінген 2 көбейтуге айналады да 2 мен 1-дің орнына ауысады. 1-ден 2 болып тең, 2 мен 2 қысқарады, сонда қалғаны минус түбірасты 3 қана. Сонда жауабы тангенс альфамыз минус түбірасты 3-ке тең болады екен. Осымен үшінші есеп аяқталды. Келесі төртінші есеп. Берілгені синус альфа бөлінген 1 қосу косинус альфа қосу синус альфа бөлінген 1 минус косинус альфа. Жақша жабылған, сыртында синус 2 альфа. Көбейту синус 2 альфа. Енді бірінші жақша үшін орындайтын болсақ, ортақ бөлімге келтірейік. Сонда міне синус альфаға 1 қосу косинус альфаны, мына жақтағы синус альфаға 1 минус косинус альфаны көбейтем. Сонда алымында синус альфа минус синус альфа косинус альфа қосу синус альфа қосу синус альфа косинус альфа шығады. Ал бөлімі 1 қосу косинус альфа 1 минус косинус альфа. Енді қарайтын болсақ, синус альфа косинус альфа біреудің алды минус, біреудің алды плюс, екеуі жойылып кетеді. Және көбейту синус 2 альфаны жазып қойдым. Енді синус альфа мен синус альфаны қоссақ 2 синус альфа болады. Көбейту, синус 2 альфаны жаздым. Бөлімі бізде қысқаша көбейту формуласымен 1 минус косинус 2 альфаны береді. Ал 1 минус косинус 2 альфа бізде синус квадрат альфаға тең. 1 минус косинус квадрат альфа синус квадрат альфаға тең. Енді алымында 2 синус альфаны солай жазып алдым, ал синус 2 альфа дегенді аштым. 2 синус альфа косинус альфа болады. Енді қарайтын болсақ, синус квадрат альфа мен синус альфа жойылып кетеді, қысқарып кетеді, яғни сонда қалғаны бізде 4 косинус альфа ғана қалады екен. Осымен төртінші есеп аяқталды.
Келесі 5-ші есеп. Берілгені алымында синус пи минус альфа бөлімінде тангенс пи плюс альфа көбейту, алымында котангенс пи бөлінген 2 минус альфа бөлімінде косинус пи бөлінген 2 плюс альфа. Біз бұл жерде келтіру формулаларын қолданамыз. Сонда синус пи минус альфа синус альфаға, тангенс пи плюс альфа тангенс альфаға көбейту, котангенс пи бөлінген 2 минус альфа тангенс альфаға, косинус пи бөлінген 2 плюс альфа минус синус альфаға тең екен. Енді қарайтын болсақ, қысқаратындары бар. Синус альфа мен синус альфа қысқарады, тангенс альфа мен тангенс альфамыз қысқарып кетеді. Сонда бір минус қалып қойды, яғни минус 1 шығады екен. Бұл 5-ші есептің жауабы. Осымен 5-ші есебіміз де аяқталды.